Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қалайсыздар? Мал жандарыңыз аман ба? Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ең бастысы. Бүгінгі видеода жылқыларға жем береміз, яғни далада қалың қар жауғанда немесе жаңбыр жауып даланы мұздақ қылып жасаған кезде соларға апарып жем беретін боламыз. Ол үшін бізге бір мөлшекте жем керек, тартылған жем, кебек берсе де болады. Және де заманауи демей қойын, ыңғайлы көк бөшке дейді, көк бачок дейді. Ондай бачоктарды екіге бөліп, бір-бірін жалғап жем беруге болады. Сүйреуге де ыңғайлы, кез келген жерге далаға апарып та беріп тастауға болады. Ыңғайлы бачок. Бұны дейтін біздер осыдан 2 жыл бұрын қалың қар жауып, бір қатты жаңбыр жауып, даланы мұздақ қылып тастады. Сол кезде жылқыларымыз далада бір орында тұрып қалды, не айдауға да келмейді, айдайын десең жер тайғақ. Сол кезде жемді апарып бердік. Осын әрбір үйірге осылай 10 бачокты апарып, бір мөлшек жем саласыздар. Сол кезде жеп қояды рақаттанып. Енді бұны бір-біріне жалғаған кезде ең бастысы сүйреуге бағыты бар өзінің. Бір жағы сүйреуге ыңғайлы болады, байына қарсы мына жақта сүйресең тасқа тіреп бір-біріне жіпке күш түсуі мүмкін. Сондықтан бағыты бар, сүйрейтін бағыты. Сонымен сүйреп кетсеңіздер жақсы, байлап қойсаңыздар жақсы. Сосын екі жерден тесіп қазық баумен байлайсыздар. Бұл қазық бауды кейбір жерлерде басқаша айтылады. Комментарий жазып кетіңіздер, қалай айтылатыны. Енді ары қарай біз жылқыларға апарып жем беретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, және де каналға тіркеліңіздер, пікір жазып отырыңыздар, қолдап WhatsApp-тарға жіберіңіздер. Осы жылқылар далада тұрып қалып жем бере алмай отырған кісілер болса, осындай идея бұл десек те болады, апарып беруге болады. Көреміз, кеттік. Мына ағайын қарасаңыздар, жылқылар бұлар алдыңғы жылы жеген жылқылар. Сауынды бұл биелер, кәрі биелер. Соларға беретін боламыз. Төкен деген үйір. Так. Иістері қандай тамаша, күшті иіс шығатын жылқылар. Барыла келетін ма? Ашсына берейін. Нұрол жақында. Так. Так. Тайғақ кен. Дір. Анжиға апарайын ба? Арт мұз емес сияқты. Анжыр мұз екен. Бара әкеліп отыр. Қарын асты мұз. Жылқылар көп жүре алмайды алыс жолға.
жылқыларға жем берген пайдасы үйге келетін болады, адамнан қашпайды, жақсы. Сосын кейбір кісілер ойлайды, жылқыларым далада жайылып жатыр деп ойлайды, бірақ шынына келгенде қыс мезгілінде шөптің құнары әлсіз болады, көктеу көп болмағасын. Жем берсеңіздер кішкене әлденіп жылқылар шамалы қысқа төтеп беретін болады. Жалпы жем берген жақсы, бірақ күнде емес. Біздер енді қазір таңда күнде беріп жатқан жоқпыз. Бұл сіздерге видеода бұрында бергенімізді сол мақсатта түсіріп жатырмық. Бұлар бір жыл бойы жемей қалды, енді жеп үйреніп жатыр, қарасаңыздар. Сосын жем берсеңіздер, барағанда бие әлді болып, төл жақсы аласыздар, төлін. Төлін жақсы беретін болады. Кейбіреулер биелер арықтап, көктем айларында іш ұстап, сондай жағдайлар болып жатады. Айтыр жем беріп қойсаңыздар, бір мөлшек анда сонда жылқы әлденіп тұрады, жақсы болып. Ал осындай біздің жағдай. Биен жылқын иісін иіскесеңіздер, туған жерін иіс шыққан сияқты, рахаттаныз, мықты. Бәрі біздің биелер, сауынды биелер бұл. 10 жыл, 15 жыл бойы халыққа қызмет еткен биелер. Қымызын жаза сауып сатамыз. Ағайын осылай енді. Көкпатшоқты идеальный, бәрі жақсы деп айта алмаймын, бұл әлсіздеу. Енді қатты жылқы таппаса кетіп жатады енді, бірақ мұқият ұстасаңыздар, күн емес көлеңке жерде тұрса ұзаққа сақтауға болады. Бір жақсы жылқының аяғын ауыртпайды, ана жерде қарасаңыздар. Үстіне тапа өтсе де, жылқының аяғын ауыртпайды, темір болса аяқтарын ауыртуы. Біздер баяда осы 2019-да малға да ұзына салып бергенбіз, видеода көрсететін болады. Ұзына қазір жеп жатыр. Ішінде қорқатындар жей алмай жатыр. Құрметті ағайын, видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Жылқыларымыз жайлап осылай жейді. Көптен бері жемегесін бірден жемей жатыр. Күтсейін берсеңіздер, уже біліп алғаннан кейін шабады ғой. Көкпатшоқтың пайдасы бар енді былай жалпы. Тек әлсіздеу демесеңіздер, барандай қиын кездерде бізге көмектесті. Бір осыдан 2019 жылы бана айтқандай видеоны көрсеңіздер болады, ішіне салып отырам. Малдарды да осы жем береміз деп қалай жем береміз білмей, көп мал болғасын оған аштау керек болады. Сол аштауға осы көкпатшоқты екіге бөліп ұзынан істеп осы пайдаға асты. Не айтайын енді, каналға тіркеліңіздер деп айта береді. Айтады сөз таппайды. Негізін ютуб түсіру қиын, ағайынды. Олай емес, сондықтан каналға тіркеліңдер деп. Не айтайын басқа. Көп болды ағайын жылқыға міне алмай жүргенде. Жер тайғақ, қалың қар бізде. Атқа отырып шабайын десең, жер тайғақ, атымен бірге айналып түсесің. Амал жоқ, осы жүргенде атымен аласың, жылқы аласың. Солай жоқ, жылқының иісі деген керемет енді ағайын. Жылқыны бір ескесеңіздер, туған жерді ескегендей боласыздар. Мықты. Тамай ескете қойсаң. Мына биелер жуас мына. Шедіретеді мына. Сауынды биелер ғой. Ескіштер. Мықты. Енді мына жуасар өздеріне келіп енді түсініп жатыр олар. Ішіндегі жабағылар біле қоймайды. Көктемде былай жейді олар жаз мезгілінде. Жылқы енді шамамен бір үйір дейтін бір бөлшекте 15-20 минут жейді ғой шамамен. Сосын арға екінші үйірге барасыздар деген сияқты. Бір жақсысы бір 10 бачокпен 2 мөлшек жем салып 2 үйірге беруге болады мысалы. Үйірлер дейтін ана жерде бір үйір жатыр мысалы, оған жақындамайды ол дейтін. Үйірлер дейтін бірін жақындамайды, алыс жатады. Малға берсеңіздер бүкіл 100 бас мал келіп жағаласуы мүмкін. Биелер ондай емес, үйірлер.